Сәлеметсіздер ме? Менің атым Биболов Алиман. Бүгін біз қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері туралы әңгімелесеміз. Бұл ежелгі заманнан бастау алған, ұлы дала төсінде қалыптасқан және бүгінгі тәуелсіздік Қазақстанға дейін жалғасқан ұзақ әрі даңқы тарих. Біз қазақ мемлекеттігінің негізгі кезеңдерін қарастырып, ежелгі мемлекеттерден бастап қазақ хандығы, алаш қозғалысы, кеңес дәуірі және тәуелсіз Қазақстан туралы айтып боламыз. Қазақ мемлекетінің бастауы ежелгі мемлекеттерден орын алады. Қазақ жеріндегі мемлекеттік тарихи мыңдаған жылдар созылады. Осы аймақта өмір сүрген алғашқы ірі мемлекеттер, құрылымдарға сақтарды, ғұндарды, үйсіндер, қанлықтар және тағы басқа көптеген ру тайпаларды жатқызсақ болады. Басты тайпалар мен руларға тоқталсақ, ол сақтар. Олар Қазақстанның оңтүстігі мен орталығында өмір сүрген тайпа болатын. Сақтардың әйгілі билеушілерінің қатарында Томирис пен Шырақ бар. Олардың әйгілі шайқастары Кир патшасы мен Дарийдің жорығына қарсы тұрғаны туралы айта кетсек болады. Одан басқа ғұндар, олар әлем тарихына, Қазақстан тарихына ғана емес, әлем тарихына үлкен ықпал еткен көшпенді халық. Себебі олардың көсемі Аттила Батыс Рим империясына жорық жасап, европалық тарихта ерекше орын алды. Енді біз басты қазақ хандығының құрылуына негізгі болған мемлекеттерді айта кетсек, ол ең бірінші түркі халықтарының империясы түрік қағанаты. Ол 552 жылы құрылған мемлекет болады. Түркілер алғаш рет өз мемлекеттілігін құрып, өз тілін, дәстүрлерін қалыптастырады. Олар Қытай мен Византия және Иранмен белсенді дипломатиялық байланыстар орнатты. Ұлы жібек жолының дамуына ықпал еткен болатын. Және түрік қағанаты 602 жылы шығыс қағанаты, батыс түрік қағанаты деп екіге бөлініп кетеді. Сол кезеңде қазақтарда өз түрік тайпалары өздерінің дәстүрлерін, киіз үй сияқты, мал шаруашылығымен айналысу сияқты дәстүрлерімен қазақтарға ықпалын тигізіп кетеді. Келесі ол Қарахан мемлекеті 942 жылы құрылған исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдап, түркілік өркениетті дамытады. Олар айта кеткендей исламды бірінші қабылдап болашақ мемлекеттердің осы дін көзқарасын қалыптастыруға көмектесетін болады. Бұл мемлекеттің дәуірінде қалалар гүлденіп, сауда мен білім беру дамыды. Ал келесі ең үлкен үлес қосқан мемлекеттердің бірі ол Алтын Орда мемлекеті. Ол Шыңғыс хан ұрпақтары басқарған мемлекет болады. Ол кейіннен қазақ хандығының құруына негіз болды. Бату хан, Өзбек хан сияқты билеушілердің тұсында Алтын Орда өркендеді. Бірақ ішкі алауыздықтар мен Әмір Темірдің жорықтары оның әлсіреуіне алып келеді. Осы қазақ хандығы құрылып жатқанда 1465 жылы құрылғаннан кейін 1502 жылы Алтын Орда өз мемлекет ретінде өз жұмысын тоқтатады. Қазақ хандығының құрылуына тоқталсақ, 15 ғасырда қазақ хандығы құрылады. Бұл кезеңде қазақ халқы өз алдында жеке мемлекет құруға ұмтылады. 1465 жылы Керей мен Жәнібек сұлтандар Шу мен Талас өзендерінің бойында қазақ хандығының негізін қалады. Бұл оқиға Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде, сондай-ақ Шайбани әулетінің Дешті Қыпшақта
билік жүргізуіне қарсы наразылықтан туындады. Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының дербес этнос ретінде қалыптасуына маңызды рөл атқарды. Керей мен Жәнібек сұлтандар Моғолстан ханы Екібастұзға барып, оған бағынуға келісім береді. Осылайша олар өздерінің алғашқы билік аумағын Шу мен Қозыбасы аймағын құрады. Бұл хандықтың негізгі мақсаты көшпелі қазақ руларының басын біріктіріп, ортақ мемлекетті қалыптастыру болды. Енді қазақ хандығының басты ең үлкен үлес қосқан хандарына тоқталсақ, біріншісі ол әрине Қасым хан, біріншілер ол әрине Керей мен Жәнібек болады. Одан кейін Қасым хан 1511 жылы таққа отырып, қазақ хандығының шекарасын кеңейтеді. Қасым ханның қысқа жолы заңын қабылдап, мемлекет басқарудың жүйесін қалыптастырады. Қасым хан тұсында қазақ хандығының халқы 1 миллионына жетіп, оның беделі артады. Хақназар хан 1538 жылы таққа келіп, 1580 жылдар қазақ хандығын нығайтып, көрші елдермен дипломатиялық қатынастар орнатты. Ол қазақ хандығын ең көп билеген хандардың бірі болды. Одан кейін Тәуекел хан, ол 1583 жылы 1598 жылдар аралығында тақта болады. Оның ең әйгілі күресі ол Мәуереннахр үшін күрес жүргізеді, және оған қоса Ташкент, Самарқан, Бұхара қалаларын уақытша жаулап алады. 1598 жылы Тәуекел ханнан кейін Есім хан таққа отырады. Ол да өзінің Есім ханның ескі жолы заңдарын жасап, мемлекетті орталықтандырады, мемлекеттің құрылымын негіздеуге үлесін қосқан хандардың бірі болады. Одан кейін Тәуекел хан болады. 1680 жылы таққа келіп, 1718 жылы аралығында тақта отырады. 7 жарға заңдар жинағын жасап, қазақ мемлекетін нығайтады. Ол жоңғарларға қарсы күресе алып, ел бірлігін сақтады. Және осы кезеңде 19 ғасырда қазақ хандығы Ресей империясының қол астына өтеді. Қол астына өткеннен кейін қазақ хандығы қайта жаңғыру кезеңі басталады. Ол 1917 жылы Алаш автономиясынан басталады. 1917 жылы Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы құрылып, Әлихан Бөкейханов оның жетекшісі болды. Одан басқа бұл Алаш партиясына Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов сияқты зиялылар қосылады. Бұл кезең қазақ халқынан тәуелсіз мемлекет құруға деген ұмтылысын көрсетеді. Содан кейін 1920 жылы Қазақ АКСР және Қазақ КСР құрылып, 1920 жылы Қазақстан кеңестік биліктің құрамына кіріп, Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылады. 1936 жылы ол одақтас республикасы мәртебесін алып, Қазақ КСР атанады. Кеңес кезінде алайда Қазақстан индустрияландыру және ұжымдастыру процестеріне өтті. Бірақ одан бөлек бұл кезеңде қазақтар қуғын-сүргін, ашаршылық секілді ауыр зардаптарға толы болды. Айта кету керек, бұл кезеңде Алаш автономиясын құрған біздің зиялыларымыз Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов сияқты зиялыларымыз қуғын-сүргінге ұшырап, ГУЛАГ лагерлеріне қамалып, сол жерде өзінің өмірінің соңғы жылдарын қарсы алады.
КСРО-ның ыдырауы және Қазақстан тәуелсіздігін алуы. 1986 жылы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының тәуелсіздікке деген ұмтылысын көрсетеді. Бұл оқиға кеңес одағының ыдырауы үдерісін тездетеді. 1991 жылы 6 желтоқсанда Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Бұл кезеңде 91 жылы КСРО ыдырап, Қазақстан өзін жеке мемлекет ретінде жариялады және 93 жылы өзінің конституциясын қабылдады. 1997 жылы Қазақстанда үлкен өзгерістер басталады. Мысалы, Алматыда болған Астана Ақмола қаласына көшіріледі. Кейіннен ол Астанаға өзгертіледі. Сосын одан бөлек экономикалық реформалар жүргізіп, халықаралық аренада Қазақстан беделді елге айналады. 2010 жылдары Қазақстан ООН сияқты түрлі организацияларға кіріп, өзінің халықаралық қауымдастыққа өзін мойындатады. Қорытындылай келе, қазақ мемлекеті бұл халқымыздың мыңдаған жылдар бойы күресі мен жеңістерінің жемісі. Сақтар мен ғұндардан бастау алған бұл дәстүр қазақ хандығы, алаш қозғалысы, кеңес кезеңі арқылы жалғасып, тәуелсіз Қазақстан өзінің жаңа бейнесін тапты. Бүгінде Қазақстан ел мемлекеттігі бар, болашағы жарқын ел.